Барлығыңызға сәлем, сливкисіз формасы жасалатын үй жағдайында қолжетімді балмұздақтың рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысқа 1 литр сүт құямыз, менде 3,2%, және 2 ас қасық толтырып жүгері крахмалын саламыз, және 200 грамм қант салып, крахмалымыз түйіршіктеп қалмас үшін жақсылап араластырамыз. Енді бұны орта отта қойып, қайнағанша, кішкене қоюланғанша қоямыз, және сүт қайнағанша міндетті түрде араластырып тұрамыз, крахмалымыз күйіп астына жабысып қалмас үшін. Неке қоюланғаннан кейін суытуға алып қоямыз. Менде 4 сағаттың ішінде суып шықты. Бұл арада бізге форманы дайындау керек болады. Міне кез келген осындай соктың немесе сүттің ыдысын аламыз, және бір шетін осылай қайрылған шетін ашып, кесіп тастаймыз. Пышақпен бізге таяқшалар сиятындай етіп, және балмұздақтың көлемін қалауыңызға қарай осылай арасын аша отырып кесіп аламыз. Қақпағын жабамыз міндетті түрде. Енді осы жерін осылай ашып аламыз. Бұл жерден сүтті құятын боламыз. Сүтті ыңғайлы басы үшкір ыдысқа құйып алдым суыған сүтті. Енді коробкамызға құйып, кескен жерімізді қайырып қоямыз. Енді пышақпен кесіп алған жерге осылай таяқшаларды салып қоямыз. Мұздатқышқа осы күйінде теп-тегіс жер болу керек бізде. Тегіс жерге апарып 6-7 сағатқа қоямыз. Әбден қату керек. Міне, менде 8 сағат, яғни бір түннен кейін алып кесіп бастадым. Барлығын осылай кесіп алып, сыртындағы қорапшасын алып тастаймыз. Мінекей достар, мұзды балмұздаққа да және пломбирге де дәмі келетін, сгущенканың дәмі шығатын, үй жағдайында қолжетімді, барлығы жоғы 3 қана заттан тұратын балмұздақтар дайын болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер, ұнаған болса, өз ойларыңызды қалдырып кетіңіздер.